da сколько сызып қойды ғой. Мақсаттан астында еліға елдірек болады. Тоже соны сеп кетеді. 2 кубоктан медальдар бар. Алғыс хаттар береміз дополнительно. Жүлде қор солай. Спорттық жетістіктерден 4 орын алып отырмыз қазіргі таңда. Бұл Махажан мектебіндегі үлкен жетістік республикалық турнир болып жатыр. Бүгінгі қатысқан оқушыларымызға сәттілік, көп алғыс айтамыз. Құрметті қонақтар, жарысқа қатысушылар, ел тәуелсіздігінің орай өткізіліп отырған ұлттық спорт түрінен садағат спортымен жарысқа қош келдіңіздер. Сайрам ауданы әкімдігінің мәдениет және спорт бөлімінің барлықтарыңызға жетістік және осы жарысқа жеңімпаз жүлдегер волонтерлер барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Республикалық спорт жұлдыздары журналының тілшісі, ұлттық спорт ойындарының білім магистрі, дәстүрлі садағат үйірмесінің жетекшісі Сатпаев Махамбет Тұрарбекұлының 45 жасқа толуына орай ұйымдастырылған ел бізге аманат атты дәстүрлі садағат ұйымдастырылған республикалық турнирінде өнер көрсеткен Қазақстан Республикасының Түркістан облысы бойынша садағат жеңімпаздары Сәрсен Ерлан марапатталады. Абдикерим Мақсат. Бәрекелді болсын. Арыстанай айбатты, жолбарыстай қайратты мен жастарға сәлемдеген. Яғни біздің ата-бабаларымыз аттың үстінде найзаның ұшымен, білектің күшімен осындай дархандай даланы кең байрақ елді бізге аманат етіп тапсырып кетті.
Опа, тамаша. Жақсы, ой, сөйтіп бере болады. Оқты жұлмаймыз. Жоғарғы кеткен оқтар негізі әпет қойып. Өзің? Біраз жыл болды бірақ сен айналысып отқаның. Қатыстық кәдімгі. Неден отырасыз? Біз енді бүгін Сайрам ауданында, осы ынтымақ ауылында 3 жылдан бері ұлттық дәстүрлі садақ спортын бастағанбыз. 3 жылдан бері талайлай жетістіктер жетіп келатырмыз. Облыстың 6 чемпион, республика бойынша 1 чемпионымыз бар. Біздің мақсатымыз телефонның сенсорын сипалайтын ұрпақ емес, сынға түссе сағы сынбайтын рухты, патриотты, ұлтжанды ұрпақтар тәрбиелеу мақсатында осындай дәстүрлі садақ үйірмесін ашып, дәстүрлі садақ үйірмесінен ата көрген оқ-жанар деп, аталарымыз жауды қалай жеңіп, елді қалай қорғаса сондай қорғайтын намысты ұрпақтарды жерге қарататын емес, елге қарататын мықты рухани ұрпақты тәрбиелеу мақсатында ашылған спорт түрі. Жалпы бүгінде осы спорт түрімен осы ынтымақ ауылында жалпы қанша спортшы шұғылдануда? Дәл қазіргі уақытта 35 мергенім бар, 35 оқушы ұлттық дәстүрлі садақ спортымен айналысып жатыр. Бүгінгі жарысқа қай өңірдің? Бүгінгі жарысқа Түркістан облысының барлық көп өңірлерінен келіп жатыр, және біздің Алматы облысының мергендері бүгінгі жарысқа келіп сақадай сай дайын тұр. Негізінде осы енді соңғы уақытта дамып келе жатқан спорт түрі ғой, бұрында кенже қақылған. Бірақ бүгінде осы спортқа қатысудағы жастардың белсенділігі қалай? Бұл әрине енді бұл садақ спортының жастардың белсенділігі өте күшті, себебі бұл садақ спорты қазақтың қанына кіріп сүйегіне сіңген спорттың бір түрі. Біздің ата-бабаларымыздың өзі аттың үстінде жүріп найзамен, садақпен шұғылданған, сондықтан әрбір қазақтың қанында, жанында осы садақ спорты бар деп ойлаймын. Кез келген мергенді бір айдың ішінде үлкен дәрежеге жеткізіп, қабілетін ашып жатырмыз қазір. Ал қызығушылығы күннен күнге күшейіп келе жатыр. Менің аты жөнім Амантай Алмаз Арманұлы, жасым 14-те болады. Жалпы осы дәстүрлі садақ ату өнерімен жалпы қанша уақыттан бері жаныңа серік етіп келесің? Осы уақыт аралығында жеткен қандай жетістік? Болашақта арманың осы спорт жайында қалай? Мен енді бір жылдан асты қатысқаным осы спорт түріне. Жетістіктерім енді ол бір кездері Бутан сайысынан 3-ші орын алғам, жеңіске дейін жеткен үшін дегенді алғам. Енді қатысқаным көп болмаған соң енді көп болмайды ғой енді медальдар, орындар. Жалпы бүгінгі жарысқа қандай дайындықпен келдің? Ой, зор дайындықпен келдім. Жарысқа 10 жылдан бері дайындалдым. Құдай қаласа бар өнерім сол жоғары өнерден көрінем деген ойдамын деп осындай кеңірек айтып берді. Жақсы. Мен осы бірнеше айдан бойы осы жарысқа дайындалдым. Енді иншалла біз бірінші орыннан көрінуге тілектес. Бірінші орынға көрінуге тырысам. Жалпы қай өңірден бастыңыз? Өзі Кентауда туылған, Түркістан облысы. Бірақ 12 жасында осы жаққа келгем. Ынтымақ ауылында тұрсыз? Иә, қазір ынтымақ ауылында тұрам. Болашаққа мен кейін өскен соң Махамбет ағайым сияқты сарақтан беретін бапкер болғым келеді. Ат жөнімді айтып өтші бірінші? Менің аты жөнім Асылбек Ұлпан Марсқызы. Жалпы осы садақ өнеріне дәстүрлі қалай келдің сен? Жалпы қанша уақыт айналысып жатсың? Жарысқа дайындыққа басқа қарсыласың кімдерді ойлайсың? Мен өзім бұрыннан бері садақ атуға қызыққанмын. Содан 5-ші сынып кезінде бір жыл бұрын спорт залда ағай атыватқанын көріп қызығып соған қатыстым. Ал осы жарысқа бір айдай болды тоқтамай уақытсыз
жүргізу дайындық жүргізу. Қарсыластар оны мен айта алмаймын, бірақ қарсыластарды ойламаймын. Енді осы садақ ату өнеріне келдіңіз. Мен болашақта қандай арманым бар? Кейбір мен нағашы апаларым айтады, осы садақ арқылы грантқа түсіп кетсең де болады дейді, ал мен садақ атып грантқа түсіп кетсем деп ойлаймын. Қайда айтшы? Осы болашақта осы көптеген садақтың арқасында көптеген жарыстарға барып, көптеген елді жерді көріп, танымал болуға ойлаймын, танымал боламын деп ойлаймын. Жақсы рахмет. Қорған Нұртас деп айтшы. Қорған Нұртас. Жалпы бүгінгі жарысқа қандай дайындықпен келдің? Мен осы жарысқа 3 айдай күзден бері жаттығып келдім. Осы жарысқа ағайыма да көмектесіп жүрмін. Екі жақта да атсалысып жүрдім. Енді осы жарыста орын аламын деген үміттеміз. Енді осы жаңа дәстүрлі садақ кезінде білесің, ата-бабаларымыз ат үстінде садақпен жүріп, найзаның ұшымен елді қорғап, қандай рухани азық алып жатсың осы спортпен? Бұл спортта қазақтың қандай батыр халық екенін және садақтың қандай пайдасы бар екенін біліп жатырмыз енді. Болашақта қандай мақсатың бар? Осы садақ үйірмесін өзім жеке ашып, осы садақты дамытқым келеді.